Сәлем, сізбен бірге Брайан Трейси. Бүгін мен сіздермен 10 миллион данамен 46 елде басылып шыққан дүниежүзілік бестселлерім «Бақаны жеп қой» атты кітабының ең маңызды тұжырымдарымен бөлісемін. Уақытыңызды дұрыс басқару арқылы сіз өмірден көбірек ләззат алып, жақындарыңызға көбірек уақыт бөліп, өзіңізге ұнайтын іспен айналыса аласыз. Марк Твен бірде айтқан екен: егер таңертең бақаны жеп қойсаң, күннің қалған бөлігі жақсы өтеді. Өйткені бүгіннің ең жағымсыз артта қалды. Сіздің бақаңыз бұл ең үлкен, ең маңызды тапсырма. Сіз оны үнемі кейінге қалдырып жүрсіз. Және ол үшін ештеңе істемейсіз. Ол аяқталмай қалады. Яғни егер алдыңызда екі маңызды тапсырма тұрса, ең күрделісінен, ең маңыздысынан бастаңыз. Өзіңізді кешіктірмеске кірісуге, сол тапсырманы соңына дейін жеткізуге, содан кейін ғана келесі іске көшуге үйретіңіз. Жоғары нәтижеге жетудің және өнімділіктің кілтті жолы таңертең ең маңызды тапсырмадан бастауды өмірлік әдетке айналдыру. Бақаны бірінші болып жеп қою, көп ойланып, соза бермей, іске кірісуді білдіреді. Бұл көптеген табысты адамдардың әдеті. Меніңше, бұл әрбір басшыға немесе үлкен жетістікке жеткісі келетін адамға тән нағыз көшбасшылық қасиет. Келесі ереже: кейінге қалдырмау. Өнімді әрі табысты адамдар басты тапсырманы кейінге қалдырмай, нақты іске бірден көшетіндер. Содан кейін олар өздерін тәртіпке салып, ісіне зейін қойып, соңына дейін жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Тапсырмаларды орындамау қазіргі ұйымдардың ең үлкен мәселелерінің бірі. Көп адамдар белсенділікті нәтиже деп шатастырады. Олар көп әңгімелесіп, шексіз жиналыс өткізеді және керемет жоспарлар құрады. Бірақ соңында ешкім нақты істі аяқтамайды. Талап етілген нәтижелер аяқсыз қалады. Егер мақсат қойып, соған қадам жасамасаңыз, және соларға жету үшін бір нәрсе жасап бастамасаңыз, онда сіздің армандарыңыз, мақсаттарыңыз жай ғана арман болып қалады. Кітабымдағы 3-ші ереже: жетістікке деген тәуелділікті дамыту. Сіз нағыз жетістікте болуға тәуелді бола аласыз. Ол оған жеткенде сізден бөлінетін бақытты гормондары, ол қанағаттану, сенімділік және саналы әрекеттер арқылы жүзеге асады. Сіз маңызды тапсырманы орындауда және ең маңызды тапсырманы шешуге тәуелді болсаңыз, сіздің миыңыз соған үйреніп, бейсаналы түрде өз өміріңізді маңызды тапсырмаларды бастау және аяқтау төңірегінде ұйымдастыра бастайды. Сіз жетістік пен нәтижеге жетуге дұрыс мағынада тәуелді боласыз. Сол нәрсені қайта-қайта қалайтындай боласыз. Басқа ештеңе сізге ондай рахат әкелмейтін болады. Қысқа және ұзақ мерзімді мақсаттар қою осы қанағаттану сезімін қайта-қайта сезінуге көмектеседі. Мидың өзін марапаттау жүйесі іске қосылады. Соңғы ереже: қысқа жол жоқ. Үнемі жаттығу керек, дайындалу керек, қайталау керек. Жаттығу кез келген қабілетті меңгерудің кілті. Бақытымызға орай біздің санамыз бұлшық ет секілді. Әр жаттығу сайын күшейіп, икемді бола түседі. Жаттығу арқылы сіз өзіңізге кез келген әдетті дарыта аласыз. Өзіңізге қажетті дағдыны дамыта аласыз. Енді мен сізден кері байланыс алғым келеді. Сондықтан бүгінгі сұрағым мынадай: сіздің бақаңыз не? Қай тапсырманы әр таң сайын кейінге қалдырасыз? Қай істен қашасыз немесе оны орындауды соза бересіз? Сол бақаңызды анықтағаннан кейін, таңертең тұра салып ең бірінші болып сол тапсырманы орындауды әдетке айналдырыңыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналымызға жазылып, төменге пікір қалдырыңыз. Егер болашағыңызды өзгерткіңіз келсе, қазір әрекет етіңіз.